Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Қазақстан халқының санында өсім бар екені рас, бірақ туу көрсеткіші соңғы кездері неге бәсеңдеп барады? Демографиядан туындайтын тәуекелдерге мемлекет дайын ба деген мәселе соңғы күндері Қазақстандағы бақ беттерінде жиі талқыланып жатыр. Өйткені ақпарат құралдарының дерегіне сүйенсек, соңғы 2 жылда туу көрсеткіші біртіндеп төмендей бастаған. Жалпы Қазақстан халқының қазіргі саны 1992 жылмен салыстырғанда 23%-ға көбейіп, 20,4 миллион адамға жетті. Оның ішінде жастардың үлесі біршама жоғары. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты мен Біріккен ұлттар ұйымының халық қорының соңғы есебінде халықтың шамамен 1/3-і 15 жасқа дейінгі балалар, 22,6%-ы 10-24 жас аралығындағы жастар екені айтылған. Ұлттық статистика бюросының дерегінше 2024 жылдың басында халықтың орташа жасы 32,3 жас болды. 5 жыл бұрын бұл көрсеткіш 31,9 жас болатын. Әлемдік ауқымда Қазақстан халқы жас саналғанымен Орталық Азиядағы кейбір елдерден жоғары, яғни Қазақстанда да қазір қарттану салыстырмасы біртіндеп артып келеді. Жалпы соңғы 5 жылда туу көрсеткішінің тұрақты төмендеуі байқалып отыр. Атап айтқанда 2021 жылы елімізде шамамен 447 мың нәресте дүниеге келсе, 2022 жылы 400 мың бала, 2023 жылы 388 мың бала, ал 2024 жылы шамамен 366 мың бала дүниеге келген. Әрине, пандемия кезінде 447 мың баланың дүниеге келуі бұл түсінікті жағдай, өйткені сол кезде көптеген жастарымыз жұмысын тоқтатып, пандемиядағы карантин жағдайына байланысты үйден қызмет істеді. Туу көрсеткіші артқаны рас. Бұл сол кезде де жақсы нәтиже ретінде ақпарат беттерінде айтылған, дегенмен соңғы кездері осы көрсеткіш біртіндеп қайта төмендей бастады. Бірақ мамандар жалпы туу көрсеткішінің төмендеуіне алаңдауға әлі ерте. Егер 10 жыл бойы төмендейтін болса, сонда ғана алаңдауға негіз бар дейді. Дегенмен 20 миллион халқы бар Қазақстан жөнінен алғанда әлемде 9-шы орында тұратын кең байтақ елі бар қазақ халқы жөнінен алып айтқанда туу көрсеткішін ұдайы жоғарылатудың маңызы зор. Өйткені бос жатқан жер жау шақырады дегендей, жеріміз кең болғанымен халқымыз аз болса, бұл өз кезегінде басқа жат пиғылды адамдарды қызықтыратыны рас. Әрине, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары Қазақстанда небәрі 16 миллион халық болды. Осының арасында бір қыдыру азаматтар шетелге көшіп кетті. Кейін шетелдегі қандастарымыз оралды. Қазірге дейін ресми дерек бойынша 1 миллионнан астам қандасымыз ата жұртқа оралды деп жүрміз. Яғни біз 30 жылда небәрі 4 миллион адам өстік. Бұның 1 миллионда 1,5 миллионы шетелден келген қандастар есебінен. Әрине, осы 30 жылда шетелге көшіп кеткен қазақ азаматтары да, басқа ұлт азаматтары да аз емес. Демек, 30 жылға шаққанда небәрі 4 миллион адамның көбеюі бұл Қазақстан үшін алғанда аз деп айтуға болады. Сондықтан да Қазақстанның халқын көбейту бұл мемлекеттің де халқымыздың да болашағына саясын маңызды міндет. Сосын да біздің Қазақстанда қазір көп балалы аналарға шабыттандыру саясатын қолданып келеді. Емханада босану тегін, аналар құрсақ көтергеннен кейін барлық тексерудер тегін жасалып жатыр. Бұны айтып отырғанымыз, мәселен көрші Қытайда бір бала туу үшін кемінде 30-40 мың юань, яғни біздің теңгемен есептегенде 2-3 миллион ақша кетеді. Ал бір баланы тек босандырудың өзі кемінде қателеспесем 1 миллион теңгенің үстінде ақша жұмсалатын. Оның үстіне Қытай елі 1982 жылдан бастап жоспарлы туу саясатын қолданып, қытайлардың өздеріне бір бала, аз санды ұлттарға 2-3 бала туу саясатын қолданды. Осының әсерінен қазір Қытайда туу көрсеткіші ерекше төмендеді. Соңғы кездері Қытай жоспарлы туу саясатын жұмсартып, жастарды балалы болуға шабыттандырып жатқанымен, әлі де туу көрсеткіші оңалмай тұр. Сосын да Қытай келер жылдан бастап енді тегін босандыру туралы заң шығарғай жатыр. Яғни жастар бұрын балалы болайын десе де, оны өмірге әкелуге дейін 2-3 миллион теңге ақша жұмсаса, ал оны
бағып қағу, оқытуда қыруар ақша болатын. Міне бұл өз кезегінде жастардың балалы болуына ықпал ете бастады. Оның үстіне адамзаттың мәдениет сәуиесінің өсуіне байланысты, қалалану процесінің тездеуіне байланысты жастардың балалы болуға деген ынтасының да төмендейтінін әлемдік жағдайда дәлелдеп отыр. Екінші тұрғыдан алғанда, қазіргі ішпек жемек сапасының төмендеуі, ауа сапасының нашарлауы, тұрмыс ритмінің қарбаластығы, жұмыстың ауырлығы, жалақының төмендігі сияқты себептер жастардың денсаулығына да әсер етіп жатыр. Міне осы тұрғыдан алғанда болашақта Қазақстанның жан санын көбейту, қазақтың санын өсіру басты міндет болып тұр. Әрине қазір Қазақстанда көп балалы аналарға қажетті тиімділіктер жасалып жатыр. Дегенмен бұл әлі де аз, өйткені көп балалы аналарға жасалатын қамқорлық, мемлекет тарапынан берілетін мүмкіндіктер және шабыттандырудар барған сайын көбею керек. Сонда ғана біз жастарымыздың өмірге болған ынтасын оятып, және жастардың көп балалы болуға деген сенімін күшейтетін боламыз. Егер біз осы бастан осы саясатты қолға алмайтын болсақ, болашақта біздің жастарымызда үйленгісі келмейтін, үйленгеннен кейін де балалы болғысы келмейтін, жауапкершіліктен қашатын болып ержетуі ықтимал. Әрине, өмірге келгеннен кейін, ержеткеннен кейін өзіңнің жұбыңды тауып, ұрпақ өрбіту, балалы болу, өз еліңе үлес қосу, ол адамзаттың бір міндеті деп айтуға болады. Бұл бір жағынан алғанда адамның ұрпақ жаңғыртудағы міндеті. Қазақ айтады, адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді. Жастар қазір осы бір жауапкершілікті екінші орынға сырып қойған тәрізді. Өйткені қазіргі жастардың ойында экономикалық мүдде бірінші орынға шықты. Үйлену үшін үй болу керек, астыңда машина болу керек, ақшаң болу керек деген сияқты шарттарды алдына үйіп төгіп алды да, біздің қоғамда үйленбеген бойжеткендер, жасы егделеп кеткен жігіттер барған сайын көбейіп барады. Демек, атаң қазақ айтқандай, бас екеу болмай, мал екеу болмайтыны айтпаса да түсінікті. Сондықтан біз көп балалы аналарға мемлекетте, қазақ халқы да үлкен құрметпен қарау керек. Өйткені біз осы бастан оларды шабыттандырмасақ, болашақта қазақ халқы да өспейтін халыққа айналуы мүмкін. Қазақтың осы бір кең байтақ даланы сақтап қалуында да көп әйел алғандығының, көп балалы болғандығының, жауға шапса да мүлік емес, баланы барымталап келгендігінің пайдасы деп айтар едім. Әрине, соғыс дәуірінде баланы барымталап келу бұл барып тұрған қаmpезерлік, бірақ көшпенділер дәуірінде бұл қалыпты құбылысқа айналды. Әйелдер мен балаларды барымталап әкеліп, оны бағып қағып өсіріп, өзінің ұлтына, өзінің ұруына сіңіріп әкеткен жағдай қазақ ұлтында жетеді. Бірақ 21 ғасырда бұны айтудың, дәріптеудің ешқандай қажеті жоқ. Дегенмен біздің жалғасымыз, халқымыздың болашағы ұрпақта екенін ескеріп, әрбір жас азаматтарымыз өзінің мүмкіндігін жас кезінде пайдаланып, көп балалы болуға, мынау қазақтың даласын балаға толтыруға, балаға толса қазақтың даласы малға, жанға толатынын ескере отырып, өзінің мойнындағы жауапкершілікті атқаруы керек деп ойлаймын. Өйткені Қазақстанның болашағы қазақтың қолында. Ал қазақтың болашағын біз көркем, бекем етіп жасау үшін көбеюіміз керек. Қазақ айтады, саннан сапа туады дейді. Көп қорқытады, терең батырады дейді. Ол үшін мынау қазақтың кең байтақ даласына ие болуымыз үшін біз көбеюіміз керек, ұрпақты өсіруіміз керек. Әрине, ұрпақты өсіргенде оған сапалы білім беру, сау денелі ұрпақ әкелу аса маңызды. Бұл түйінге де біз баса назар аударуымыз керек. Мемлекет тарапынан да қатысты мүмкіндіктер жасалу керек. Құдайға шүкір жасалып та жатыр. Тек Астананың өзінде жыл сайын қаншама мектеп салынып жатыр. Соның өзіне балалар сыймай жатыр. Демек, мемлекет тарапынан да қатысты қамқорлықтар жасалып жатыр. Бірақ кішкентай келеңсіздіктерге өкпелеп, кішкентай қиыншылықтарды көлденең тартып, біз қазақ халқының өсіп өнуіне, көбеюіне кедергі болатын барлық идеядан алыс болуымыз керек. Сонда ғана қазақ көбейеді. Қазақ көбейсе, Қазақстанның болашағы да нұрлы болады деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың отбасыларыңыздан сәбидің күлкісі кетпесін. Әр үйде бесік тербеліп тұрсын, шымылдық желбіреп тұрсын. Қазақстанның болашағы болған жастарымыз осы бір міндетті өзінің жауапкершілігі ретінде сезіне түссін. Сондай-ақ бүкіл қазақстандықтар
өмірге көп бала әкеліп, оларды бағып-қағып тәрбиелеп жатқан көп балалы аналарға да үлкен құрметпен қарасын дегім келеді. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.